Украинадан кеткен босқындар саны 2 миллионға жетуі мүмкін. Алматыда 8 наурыз күні қанша бала дүниеге келді? Байден Ресейге қарсы жаңа санкциялар салады. Толығырақ. Жаһан жаңалықтары. Украинадан кеткен босқындар саны 2 миллионға жетуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары Филиппо Гранди осылай деді. Гранди келтірген мәліметке сәйкес қоныс аударуға мәжбүр азаматтардың дені әйелдер мен балалар, қарт кісілерде өте көп. Осыған байланысты ол гуманитарлық дәліздер жұмысын қамтамасыз етуге шақырды. Бұл мәселеде Біріккен ұлттар ұйымы мен басқа да халықаралық ұйымдар көмектесуге дайын екенін жеткізді. Қазірге дейін Украинадан шамамен 1 миллион 700 мың адам кеткен. Аруғалы Алматы. Алматыда 8 наурыз халықаралық әйелдер күні 77 сәби дүниеге келді. Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 8 наурыз түнгі 12:00 мен 16:00 аралығында мегаполистегі перзентханаларда жалпы саны 77 бала дүние есігін ашқан, оның 41-і ол, 36-сы қыз бала. Ведомствоның ақпаратына сәйкес, барлық жаңа туған нәресте мен олардың аналарының жағдайы өте жақсы. Жалпы 2021 жылы Алматыда 42 мыңнан астам сәби дүниеге келген екен. Айта кетейік, тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында туылған сәбилерге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан арнайы сыйлықтар табыс етілді. Сүйінші деп аталатын қорапқа сәбилерге қажетті жөргек, киім-кешектер мен өзге де заттар салынған. Шартарап. ақш президенті Джо Байден Ресейге қарсы жаңа санкциялар жариялады. Бұл туралы мемлекет басшысының жаңартылған жұмыс кестесінде айтылды деп хабарлайды РИА Новости. Америка президенті Ресейді жауапқа тарту шараларын әлі де жалғастырады. Ол бүгін Нұрсұлтан уақытымен 21:45 үндеу жасайды. Бұған дейін Bloomberg дереккөздері ақш Ресей мұнайын импорттауға тыйым салуды қолдайтынын айтқан болатын. Спорт лайф. Қазақстанның таэквондодан әйелдер құрамасы 32-ші Фаджр Опен халықаралық турнирінің жеңімпаздары үштігіне енді. Қазақстан еншісінде 1 күміс, 1 қола медаль. Олар 73 келіге дейін Жансель Дениз бен 62 келіге дейінгі Амина Нұрғазықызына тиесілі. Нәтижесінде Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 3-ші орынды иеленді. 1-ші орында Иран, 2-ші орында Өзбекстан спортшылары тұрақтады.